Сәлем достар, сіздермен бүгін астрономия және технология каналы және бүгінгі біздің тақырыбымыз тұмандық жайлы болмақ және сіздермен бүгін галактикадағы алып шаңдар мен бұлттармен таныстыратын боламын достар. Онда біз бастаймыз. Жалпы тұмандық тақырыбына келіп тоқталатын болсақ, ғаламшардағы жұлдыздар арасында толтырып тұратын шаң, сутегі гелий және плазмадан тұратын үлкен бұлт. Ең алғашқы тұмандықтар осыдан 15 миллиард жылдай бұрын үлкен жарылыстан соң ақ пайда болған. Бұл бұлттар ядролардың қосылысының құрай алатындай тығыздығынан кезінде алғашқы жұлдыздар пайда болды. NGC 1999 Орион шоқжұлдызындағы бейнелейтін тұмандық, ол ортасының сол жағынан ғана көрінетін жарық жуықта ғана қалыптасқан жұлдыздар арқылы жарқырап тұрады. Бейнелейтін тұмандық өзі ешқандай жарық шығармайтын шаң мен газдан тұрады. Әдетте ол жанында орналасқан жұлдыз немесе жұлдыздар тобының әсерінен жарқырайды. Қазіргі таңда 500-ге жуық бейнелейтін тұмандық белгілі. Тұмандық түрлері. Тұмандықтар екі үлкен категорияға бөлінеді. Диффузды тұмандық және планетарлық тұмандық. Диффузды тұмандықтар планеталардың тұмандықтарына қарағанда үлкен. Диффузды тұмандықтар өз ішіне эмиссиялық, бейнелейтін және қараңғы тұмандық болып бөлінеді. Қараңғы тұмандық әдетте эмиссиялық және бейнелейтін тұмандықтармен бірге көрінеді. Олардың тығыздығы сонша артқы жақтан шығып жатқан жарықты көмескелеп қараңғы бұлт ретінде байқалады. Құс жолындағы көп қараңғы тұман қараусыз көзге көріне береді. Жаңа жұлдыз қалдығы тұмандығы екі типтегі жаңа жұлдыз жарылысынан соң қалатын газ тәрізді бұлт тұмандық түзеді. Шаян тұмандығы екі типтегі жаңа жұлдыз қалдығынан пайда болады. Планетарлық тұмандық күн секілді жұлдыз өзінің ортасындағы барлық сутегі мен гелийді жандырып жатқан кезінде пайда болады. Сыртқы қабат біртіндеп ұлғайып тұрақтылығынан айырылады. Осылайша ол өз салмағының жартысынан көбін жоғалтады. Жұлдыздың ортасы жоғары қуатты радиация бөлетін және қалған сыртқы қабаты жарқырататын өте ыстық кішкене орталық жұлдыз ретінде қалады. Аталған жарқырайтын сыртқы қабат кейін келе планетарлық тұмандық ретінде көрінеді. Эмиссиялық тұмандық жанында орналасқан ыстық жұлдыз немесе жұлдыздар тобынан бөлінетін жоғары қуатты фотондар мен иондалған газдан құралған жарқыраған бұлттар. Кейбір эмиссиялық тұмандық екі аймағында жатады. Көбіне олар иондалған сутегі H2 плазмалары мен бос электрондар тұрады. H2 аймақтары жұлдыз пайда болатын аймақтар. Бұл аймақтар бүркіт тұмандығы, конусты тұмандық секілді ерекше пішіндері көрінеді. Конусты тұмандық сол жақта және бүркітті тұмандықтар оң жақта жұлдыз түзетін аймақтар. Және ең алғашқы белгілі болған H2 аймағы Орион тұмандығы. Оны 1610 жылы француз астрономы Никола Кол Фаври де Пейрес ашты. Бүгінгі біздің тұмандық жайлы тақырыбымыздың соңына да жеттік достар. Және де бүгінгі біздің тұмандық жайлы ақпаратымыз өте қызықты және мазмұнды болды деп ойлаймын достар.